KZ. Бүгін біз Майнкрафт туралы видео түсіреміз. Мен Майнкрафт туралы әдемі төсектер жасауды түсірем. Біреуі екі адамға арналған төсек, ал екіншісі корольдарға арналған төсек жасаймын. Ендеше видеомызға кірісейік. Енді бірінші біз королевский төсек жасаймыз. Ол үшін бізге қажет қара ағаш керек, нау керек, плита керек, және нау керек, төсек керек. Төсек бізге обязательно қажет. Енді біз деген екі төсекті қоямыз. Сөйтіп, мына жаққа 4-еу, мына жаққа 2-еу, мына жаққа 2-еу. И сосын біз былай істейміз. Міне. Өстіп қоямыз. Сосын біз былайнан істейміз. Осы ағашпен айландырып шығамыз. Былайнан айландырып шығамыз. Сөйтіп, ұйықтап жатқан кезде ешкім енді мынаяқтан шықпайды. Міне. Осындай. Сосын, егер өздеріңіз қаласаңыздар, мынандай ковер үстіне жауып қойсаңыздар болады. Егер қаласаңыздар, естіп жауып қойсаңыздар болады. Енді, міне. Алыстан қарсы қараңыздар, қалай әдемі көрінеді. Шынымен де әдемі ғой. Бұл королевский төсек. Екіншісі. Ол екі адамға арналған. Екі жаққа үстіп қоямыз. Сосын жоғарға көтереміз. Сосын, міне, қараңыздар. Біз мына жаққа өстіп жақындаймыз. Арт жақты өстіп мынамен толтырамыз. Былайнан жабамыз. Енді былайнан төсек қойып, плитаны мына жаққа өстіп қоясыздар. Егер сіздер достарыңызбен ойнасаңыздар, осындай төсек жасасаңыздар болады. Міне. Осындай төсек. Қазір оны әлі бітірген жоқпыз. Міне, былайна. Өстіп жасасаңыздар болады. Енді ары қарай міне жаңбыр тимеу үшін былайна істей саласыздар. Төбесін өстіп жауа саласыздар. Өстіп жауып әдемілей саласыздар ғой. Енді бұл сіздердің фантазияларыңызға байланысты. Былайнан жаба саласыздар. Екінші жаққа көтерілу үшін оған бізге лестница керек. Табалдырақ. Лестница дейді ғой. Соны аласыз. Және мына жаққа үстіп қоя саласыз. Бұл. Енді оған енді үй деген қараңғы болмау үшін свет қоя саласыздар, чтобы
түнде зомбилар сіздерге жақындай алмайды. Әйтпесе зомбилар адамның қанын ішіп жібереді. Қан ішіп жібереді деген мазасын алып жібереді деген сөзінде. Міне осындай екі үй, екі төсек. Осымен біздің видеомыз тәмам. Сау болыңыздар.